Құрметті көрермендер, көпшіліктің сұрауы бойынша бүгін батырлардың бас киімі дулығаның лекалын жасауды көрсетемін. Видео сабағымды көріп болғаннан кейін лайк басып менің каналыма жазылуды, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін мен батырлардың шапкасын қалай жасауды көрсетемін. Мына жерде кішкене шаблонды көрсетіп қойдым, а енді мына жерде мен осыны қалай жасау керек екенін түсіндіріп айтамын. Біріншіден центрін жасаймыз. Центрден екі жағына бөлек-бөлек 6 сантиметр, мына жағы 6 сантиметр, 12 сантиметр болу керек. Мынау енді 61-ші размерге арналған. 60-61 сондайға. Енді осыдан мына биіктігі 9 сантиметрге дейін биіктікте былай сызып аламыз. 9 сантиметрге дейін ровно келеді. Одан кейін уже 3,5 сантиметр биіктікте, 3,5 сантиметр биіктікте. Сызып көрсетемін. Уже бұл жерде уже 1 сантиметрге кішірейеді. Мына жақтан 1 сантиметр алынатын. 1 сантиметр алынады. Осылай. Одан кейін мына ара қашықтық уже 7 сантиметр. 7 сантиметрге биіктікте тағы бүйтіп сызып аласыздар. О жерде уже бізде 4,5 сантиметр болу керек ортасында. Значит, 2,25 миллиметр екі жақтан алынады. Мына жақта 2,5, мына жақта 2,5. Енді осыны бұлай бір-біріне біріктіреміз. Неде кішкене дуга бар. Көрдіңіз, мына жерде 2,5, мына жақта 2,5. Мына жерде бізде 1 сантиметр алып тастадық қой 12-ден. Сонда мына жақта 5 сантиметр, мына жақта 5 сантиметр. Мына жерде 6 сантиметр. Мына жер 6 сантиметр. Общий 12 сантиметр, да? Мына жер 6 сантиметр. Так, енді мына жерден жоғары тағы 4 сантиметр. 4 сантиметрге мен дайындап қойдым сызуға. Мына жерде, бұл жерде 3 сантиметр. Значит, 1,5 сантиметр мына жақтан, 1,5 сантиметр мына жақтан. Мынаны бүйтіп қосасыздар. Барған сайын кішірейеді. Енді мына жақта бізде бәрі жоғы 2,5 сантиметрге кішірейді. Соны бір жағында 1,25 миллиметр, 1,5. 1,25-ті бүйтіп қосасыздар. Дугалатып жүреді. Мына жерлерінде қатты бұрыш болмас үшін бүйтіп елдіріп әкеп қосамыз. Мына жерді тоже мына сыртына қарай істейміз. Мына жеріне кішкене қосамыз. Болды. Осы бойынша кесіп аламыз да. Бұл 6 қиық болады. 6 қиық. 6 қиық, мынау 60-61-ге размерге келеді. Вот. Осыны қиып, фетрден қиямыз да, 6 қиықты бір-біріне біріктіреміз. Құрметті көрермендер, міне бүгінгі сабағымыз бітті. Енді келесі сабағымызда осы дулығаның қалай қаптаймыз, қандай материалмен, соның бәрін келесі видеомда көресіздер. Келесі видеодан қалып қалмаңыздар. Жазылып тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.